Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын печенье дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет. Оның үстіне шым-шым тұзымызды саламыз және бір жұмыртқа саламыз. Енді қант ұнтағын саламыз, сахарный пудраны, барлығын жақсылап миксермен араластырып аламыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды қосып, видеодағыдай осылай қасықпен немесе осындай қалақшамен жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, осындай болып шығады. Өте иілгіш. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді осындай видеодағыдай пакеттерге салып жасаймыз, формаға келтіреміз қазір. Ал сізде бұндай пакет болмаса, кәдімгі дүкенде сатылатын жай пакеттерді алып, соның бұрышына келтіріп жасасаңыз болады. Видеодағыдай осылай қысу арқылы осылай гүлдер жасаймыз. Кімде қандай насадка бар, сонымен жасасаңыздар болады. Мендегі насадка осындай екен, кішірек гүлдер болып түсті. Егер сіздің насадкаңыз үлкен болса, үлкен әдемі гүлдер шығады. Ортасына әсемдік үшін мен осындай магазиндерде сатылатын клубникадан жасалған осындай жем пайдаландым. Қалауларыңызға қарай әртүрлі дәмдегі жемдерді қолдансаңыздар болады, әйтпесе қолдан жасап та қолдансаңыздар болады. Мінекей осындай болып шықты. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 8-10 минут арасында пісіріп аламыз. Тез піседі, қарап тұрып пісірулеріңізді сұраймын. Мінекей бізде дайын, өте дәмді болып шығады. Мінекей асты да үсті де қып-қызыл әдемі болып шықты. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға қол жетімді ингредиенттерден тұратын печеньені жасап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады, тез дайындалады. Осылай жасап көріңіздер. Мінекей менің видеома лайк басып, тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.